Темекіні қою үшін нақты тәсілдерді қолдану өте маңызды. Міне темекіден арылуға көмектесетін 10 түрлі әдіс. Бірінші, мақсат қою. Алдымен темекіні тастаудың негізгі себебін анықтаңыз. Денсаулықты жақсарту, ақшаны үнемдеу немесе отбасыңыз үшін маңызды болуы мүмкін. Екінші, темекі тастаудың нақты күні, яғни темекіні қоятын күнді белгілеңіз. Оған дейін дайындалып, сол күннен бастап түбегейлі бас тартуға тырысыңыз. Үшінші, никотин алмастырғыш терапиясы, яки никотинді ауыстыратын препараттарды, соның ішінде никотин пластырлары, сағыздар пайдаланыңыз. Олар темекіге деген тәуелділікті жеңілдетеді. Төртінші, медициналық көмекке жүгіну керек. Дәрігерден кеңес алыңыз. Дәрігерлер никотинге тәуелділікті азайтатын арнайы варениклин секілді препараттар тағайындай алады. Бесінші, темекі тартқыңыз келетін кездерде басқа іспен айналысыңыз. Шылым шегуге шақыратын жағдайларда ауызды немесе қолыңызды басқа бір іспен айналысуға машықтандырыңыз. Мысалы, су ішу, жаңғақ немесе көкөніс жеу. Алтыншы, достар мен отбасының қолдауы өте маңызды. Темекіні тастағаныңыз туралы жақындарыңызға хабарлаңыз. Олар сізге қолдау көрсетіп, жігерлендіреді. Жетінші, темекіні еске салатын заттардан арылыңыз. Үйіңізден, көлігіңізден және жұмыс орныңыздан темекі, күлсалғыш және темекіге қатысты заттарды алып тастаңыз. Сегізінші, спортпен немесе физикалық белсенділікпен айналысу керек. Спорттық жаттығулар немесе серуендеу никотинге деген құмарлықты азайтып, көңіліңізді басқа нәрсеге аударуға көмектеседі. Тоғызыншы, темекі тартуға қарсы топтарға қосылу. Темекіні тастағысы келетін адамдардың қолдау топтарына қатысыңыз, немесе арнайы онлайн форумдарда тәжірибе алмасу арқылы мотивацияны сақтаңыз. Оныншы, релаксация және стрессті басқару әдістері. Стресстен арылу үшін йога, медитация немесе тыныс алу жаттығулары сияқты релаксация тәсілдерін үйреніңіз. Стресс көбіне темекіге қайта оралуға итермелейді. Әр тәсіл өзіңізге сәйкес келетінін таңдап, бір уақытта бірнеше әдісті қолдансаңыз, табысқа жету ықтималдығы жоғары болады.